Тамақ ішіліп, шай ішіліп болған соң, қай-қайдағы тықсыр әңгіме айтып, дуылдап отырған жұрт бірден көтеріліп тарай бастады. Елдің ең соңында қалған Кеделбай ақсақал шығып бара жатып: "Ал шырағым Беделбай, әркімге әңгіме үйір. Құдайдың басқа салған осы шығар. Еделбай бейшара соғыста жазым болмағанда бәрі басқаша болар еді ғой. Қалғанымыз аман болайық" деді. Үн-түнсіз тұрған Беделбай жұрт аяғы басылған соң сыртқа шығып, дарбазаның есігін жауып, ілгегін салды. Ішке кіргенде асүйде ыдыс-аяқ жуып жүрген Баршагүлден басқа ешкім қалмапты. Сәлден соң ол қайтадан шай демдеп әкелді. "Қайнаға", деді, дауысы бұзылып, "айыпқа бұйырмаңыз, ініңіздің қазалы болғаны туралы военкоматтан хат алған соң төркініме қайтып кетейін дегенмін. Бірақ үй жақта да мені күтіп тұрған ешкім жоқ. Алда-жалда сіз мені некелеп алсын деп те ойлаған емеспін. Үлкен қайнаға осылай шешкен екен. Мен не дейін, Құдайдың басқа салғанына көнемін де" деп қыстығып жылап жіберді. "Қой шырағым, жылама, дауысыңды, денсаулығыңды ойла. Ешкімге ренжіме. Еделбайдың ошағын өшірмей, түтінін түтетіп отыра бер. Қолымнан келгенше жәрдем беремін", деді Беделбай. Біраз үнсіздіктен соң қабырғаға жақындап төсек салынды. Келіншек шамның жарығын басып, сыртқа шығып кетті. Содан әзер дегенде қайта кіріп, шешініп, төсекке жатқан еркектің жанына келіп, сызылып тұрып қалды. Осыны күткендей, Беделбай басына көтеріп, жаңа ғана өзімен некесі қиылған келінін құшағына алды. Болар іс болды. Бұл бейшараны жылатып сықтатпай, тезірек бетін ашып алу керек. Бұрын келінім еді, енді некелеп алған қатыным. Құдай алдында да, жұрт алдында да арым таза деп ойлап үлгерді. Діріл қаққан әйелді Айшайға қаратпай шешіндірді де әрекетке көшті. Әп-сәтте-ақ ентігіп қалыпты. Аздап демін алды. Байқаса келіншектің де кеудесі бір көтеріліп, бір басылып жылап жатыр екен. "Жылама дедім ғой мен саған. Егер разылығың болмаса, таңертең ауылыңа апарып тастайын." Беделбайдың дауысы қатқылдау естілді. "Жоқ" деп іле жауап берді әйел. "Мен ризамын сізге, сізді құрметтеймін. Сіздің басыбайлы әйеліңіз боламын. Тек сіз менен қол үзіп кетпейсіз бе? Қанша дегенмен бала шағаңыз Камиля абысын бар. Оны көреміз әлі." Беделбай екішті жауап қатты. Айтса айтқандай, келін некелеп алу туралы әңгіме көтерілгеннен бастап, үйдегі Камиля өнер шығарған. Жоқ жерден жанжал шығарып, қиғылық салған. Төркініме кетемін деп секірген. Ақыры Кеделбай аға 4-5 қарияны ертіп келіп, оны жөнге шақырған соң келісім берген. Тағы да кім білсін, Беделбайдың одан әрі бірдеңені ойлауға шамасы жетпеді. Кеудесі тікірейген, денесі жұмыр, құлын мүшесінің бәр орында жас келіншек оны өзіне тарта түсті. Аттың басын қоя берді. Жастықтың соңы кәріліктің басы дегендей, бұл жолы ұзаққа шапты. Өзі байқамайды екен, әжептеуір қуаты бар екен. Түн жарым ауғанда олар су жылытып жуынып шайынып алды да төсекке қайта жатты. Беделбайдың сілесі қатып қалған екен. Ертеңіне ұзын сәкіде бірақ оянды. Баршагүл үйдің ішін қайта жинастырып, есік алдына су сеуіп сыпырып, айнада етіп қойыпты. Ақ самауырын бу бұрқырап қайнап тұр. Екеуі отырып шай ішті. Әркім өз ойымен отырды. Айтайын десе де әңгіме қалмағандай. Бәрі түсінікті еді. Беделбайдың енді үйі 2 қатыны бар. Қаласа анда, қаласа мұнда келеді. Соған лайықты тәшіп-піші да еселенеді. 2 отбасының ішіп жемін, керек жарағын туралап тұру керек. Әсіресе 2 әйелдің, 2 жақтағы балалардың жағдайын жасау керек. Я, Құдай берсе бұл жақта да балалар болады. Беделбайдың ойы біраз жерге дейін барды. "Сіз ұйықтап жатқан соң жұмысқа да шықпай қалдым. Мен кетіп қалсам, шайды кім құйып береді деп ойладым." Баршагүл өзін кінәлідей санап, жайлап тіл қатты. "3 күнге дейін жұмысқа шықпайсың. Заң соңдай", деді Беделбай. Баршагүл үнсіз қалды. Азанғы шайды ішіп болған соң, Беделбай сыртқа шығып, үйдің айналасын ретке келтірді. Қыстан қалған көп жылдан бері жиналып қалған қоқысты отқа жағып, күлін егін жаққа қарай шығашты. Түскі тамақтан соң қора қопсыны жөндеп, отын жарып, су суарып, едәуір еңбектенді. Қанша дегенмен еркектің аты еркек, көп нәрсені істеді.
Мына қызықты қара, Беделбайдың өмірінде бірінші рет болса да керек кештің батуын асыға күткені. Түндегі көрген қызықты тағы да көргісі келді. Бәрін көз алдынан өткізді. Әкесі Өтелбай 4 қатын алған адам еді. Алғашқы екеуі аурудан қайтыс болып кетіпті. Олардан бір бала, бір қыз қалған. Ағасы Келелбай онымен іргелес тұрады. Ұлды қызды егіз перзенті бар. Кенжесін басқаның қолына берген. Үлкен әпкесі Күнзия тау жаққа күйеуге тиген. Оның балалары ардақты ана. Үшінші әйелінің әкесі неге екені белгісіз төркініне апарып тастапты. Одан бір қыз туған екен, сол жақта жүріп үйлі баранды болды. Алғашқы баласын үйлендірер кезде ауылға келіп, мұндағы бауырларымен табысып, тойына шақырған. Содан бер барыс келіс үзілген емес. Өз шешесінен Беделбайдың артынан Еделбай мен Жеделбай ерген еді. Еделбай соғыстан оралмады. Жеделбай Құдайдың бір боз қойы. Құдай қолдап алған әйел пысық болып шықты. Әйтпесе бала шағасы 5 теріп кететін екен. Бір жыл соғысып, жарақат алып Беделбай елге оралды да, Еделбайдың ақыры мынау болды. Ол сүрбойдақ болып жүріп, соғыс басталардың алдында 2 ай бұрын ғана үйленген еді. Мұндай боларын кім білген? Әйтпесе уақытылы үйлендірер ме еді? Соғыс бітіп, әскерге кетіп аман қалғандар елге оралған соң, хабарсыз кеткендердің ағайын туғандары оларға іздеу салуға кіріскен. Бұлар да сөйтті. Жасы ұлғайып, егде тартқан Кеделбай аға әскери комиссараттың есігін тоздырып жүріп, інісінің соғыста қайтыс болғаны туралы министрдің қолы қойылып, мөр басылған қағазын алды. Ағайын туған бауырын жоқтап, біраз жылап сықтады. Қошқар сойып Құдайы берді. Сөйтіп жүргенде ауылда пайда болған бір қарасақал Еделбайдың жесірі Баршагүлді айналшықтап жүріп алды. Соны байқаған Беделбай әгілгіні қызыл ала қан қылып ұрып та жіберген. Бірақ әлгі де өлімтік екен, кетер болмады. Содан Кеделбай Беделбайды шақырып алып, Баршагүлді некелеп алуды талап етті. Сырта қараңғы бойы қоюланды. Ақыры кешкі астың дастарханы жиналып, кешегідей төсек салынды. Баршагүл неге екені белгісіз сыртқа шығып кетіп, жақын арада ішке кіре қоймады. Оны тағатсыз күтіп жатқан Беделбай шыдамай орнынан тұрып, есік алдында бір үсіп отырған жесірінен оны үйге жетектеп алып келді. Әйелі қарсыласқан жоқ. Тіпті төсекке жатқан соң да Беделбайды құшақтай алды. Күні бойы терсінген іш киіміне тұмсығын тығып біраз жатты. Одан әрі өз көйлегін өз жоғары сыпырып тастады. Байға тиіп еркектің күшін сезініп үлгермеген байғұс келіншек осы бір 4-5 жылдың ішінде жабайланып ақ қалған екен. Кешегі күннен соң әйелді құштарлығы оянып, енді міне не істеп не қойғанына есеп берер емес. Түні бойы ойда жоқта қол жеткен еркектің салмағын сезініп, есесі кеткен жылдарының қызығын қайтарып алмаққа жанталасады. Ұят аят дегенді ысырып тастап, шыбын жаны шырқырап ыңғылға басады. Қанша уақыт екені белгісіз, есінен адасқандай болған келіншек өз-өзіне келді. Істеген қылығына өлердей өкінді. Бірақ бұл сонша не істеп қойды. Жан тәнімен беріле ойнап күлгені өзінің некелі ері емес пе? Құдай да мұны мүсіркеген шығар. Артық кетсе кешірер. Ерлі зайыпты екеуі құшақтарын айырып бір мезет жатып демдерін алды. Қайнаға, деді бір уақытта Баршагүл, сіз маған ұрысып жатқан жоқсыз ба? Ұятсыз екен демейсіз бе? Я, ұрысып жатырмын. Сенің мені қайнаға дегенің не? Жоқ, әлде біздің ерлі зайыпты екеніміз бекер ме? Ал егер бекер болмаса, бұдан былай мені өз атыммен ата. Ал атай алмасаң, отағасы немесе қожайын дегенің дұрыс шығар. Мұны естіген Баршагүлдің жүрегі орнына түсті. Осыдан бір апта өткен соң Беделбай өз үйіне келді. Балалары қуанып, жүгіріп келіп амандасты. Әсіресе кішкене сары қызы мойнынан құшақтап қатты сүйді де қалды. Беделбайдың жүрегі елжіреді. Тек Камила ғана сазарып бозарып келдің кеттің демеді. Таза киім бер, моншаға барып келейін дегені мұң екен. Айқайды салып үйді басына көтерді. Айтпаған сөзі қалмады. Осыдан да қоймай, ескі шкафтан, кіреберістегі ілгіштен мұның бар киімін үйдің ортасына үйді де, келген жағыңнан қайтпай кет деп бір-ақ кесті.
Беделбайдың ашуы тас төбесіне шықты. Қонышынан қамшысын суырып алып, қатынның арқасын қан жоса қылды. Кетсем кетемін, бірақ сен мені қудым деп ойламай-ақ қой. Қалғым келсе қалар едім, бірақ сендей бетпақтың маған керегі жоқ деп Беделбай айтарын айтты да, киімдерін жинап, қанар қапқа салып, үйден шыға жөнелді. Шамамен 2 ай уақыт өтті. Сырт қарағанда ауылда мүлгіген тыныштық оянды. Бірақ шындығында келгенде гулеген өсек аяң жүріп жатты. Бұлайғы жұрт 2 үйдегі тірі жанның басқан ізін аңдып, артық басты әңгімені оттай гүлдетеді. Ақыры оларда шаршаған болар, сумаңдаған сөз басылуға айналды. Беделбай мен Баршагүлді құдды бір Төлеген мен Қыз Жібектей тұрып жатты десті. Қосылғандарына 1-2 ай өтер-өтпестен Баршагүлдің құрсақ көтергені белгілі болды. Баланың иісіне зар болған келіншек жүрегі жарыла қуанды. Сондай күннің бірінде кешке таман әдетіне басып, қақырынып түкірініп, Келелбай ақсақал үйге кіріп келді. Табалдырықтың жанына кебісін шешіп тастап, түйе